Бүгін міне керемет Астана қаласына қош келдіңіздер деп, ассаламағалейкум деп, той құтты болсын Қарағанда деп бір шапалақ. Ал бәрекелді, олай болса міне керемет қуанышымызға қош келдіңіздер деп. Қазір міне той иесі кішкентай ұлымыз Хамзатты сүндет тоймен, мұсылмандықмен осындай міне дәлелдеп, осындай міне Алла деп, міне атқа мініп, тақымын қысып, осындай керемет мұсылмандығымызды қабылдап отқан кішкентай бүлдіршініміздің той қуанышына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Осындай қуанышымызға кішкентай сүндеттеліп отқан тойымыздың ең міне кейіпкері Хамзатты әулетімен, анасымен және де ақ жаулықты әжесімен қарсы алайық. Той иелеріне ду қол шабала! Қошеметтеріңіз аяңыздар. Той құтты болсын! Қошемет, қошемет. Қошынға тағаны тасталады. Ай, рахмет. Сүндетке отырғызу. Ал, сүндет той құтты болсын. Той құтты болсын. Енді мынау қазақта айтады ғой, баланы өскенше, немерені өлгенше бағасын дейді. Бүгін той сіздікі емес, сіздікі. Сондықтан да мына кішкентай Алла тіл көзден сақтасын. Үлкен азамат болсын, батыр болсын деп. Бүгін міне осындай керемет қуаныштың, алталаштың басын қоспаса да, туған туыстың басын қосып, керемет ет той жасап жатсыздар. Той қуаныш құтты болсын. Ал енді Айда ханым 1 минут мына кішкентай Хамзатты әжесіне берейік. Қазір сіз бір айналып беріңізші. Халықтың бәрі орнынан тұрып шапалақ ұрады. Әжеміздің кәнеге немере шапалақ қошемет Айда! Ойты! Қолдарымыз жоғары. Қошынға тағаны тасталады. Сүндетке отырғызу міндет олды. Айда ханымның достары қайдасыздар, поддержка! Сүндетке отырғызу міндет олды. Осылай мұсылмандық басталады. Сүндет тойға қазақ мәңгі тойласын. Атырыл аттың құлағында ойнасын. Ағай туыстар қолдау, айғай шу қайда! Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Атырыл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Рахмет, Құдай, текке айналдырмаған екен ғой сені, Құдай ау. Ал келіңіздер, осындай керемет Алла тіл көзден сақтасын деп, міне, ой, апа, рахмет, Алла разы болсын, апа, жұма қабыл болсын, иә. Ой, рахмет. Енді анамызға берейік, енді міне той қуаныш сіздікі деп жатырмыз ғой. Осындай керемет ағайын туыс бөтен ешкім жоқ. Баршаларыңызды жинадыңыздар. Осындай Астана қаласы. О, саламатсыз ба? Рахмет. Сүйіп қоймайсыз ба бетінен, иә. Аха. Та кім не береді? Беріп алыңыздар, тойды бастайық. Олай болса, міне, осындай керемет қуанышта құтты болсын деп, осы кішкентай ұлдарыңыз міне керемет 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, осындай керемет міне той жасап атқан ол әуелі Алла, екінші ата-ананың арқасы деп ойлаймын. Және де бүгінгі керемет ерекше құлпырып тұрған Астана қаласының ең сұлу қызы деп айтсақ та артық болмас. Айдаға да бір дуғол шабала салайық. Ай, рахмет. Саламатсыздар ма? Келіңіздер, қош келдіңіздер, дастарханға жайғасайық. Енді бір өзіңізді бір халықтың алдында тамаша көңіл күймен, позитивпен, настроениемен бір айналдырып, бір халықтың алдында өтіп келейік, бір билеп. Сіздің көңіліңіз қалай болады, жалғыз өзіңіз? Сіздің көңіліңіз қалай болады, биіңіз, настроение, той солай өтеді. Келістік пе? Олай болса, дуғыл жабалақ Айда, қошемет, поддержка, друзья! Еліп, иді, кәне, опа! Тойымызды ашып берсеңіз деп отырмыз. Осындай керемет анамның құлпырған күні, ол Аллаға сансыз шүкір етіп, осындай күнге жеткені, ол және Айданың арқасы деп біліңіздер. Сондықтан да необычный анамызға необычный қошемет соғыңыздар ардақты ағайын. Құрметті қонақтар, құда-құдағайлар, құрметті менің әріптестерім, көршілерім, сіздерді бәріңізге қош келдіңіздер деймін, біздің сүндет тойына. Енді өздеріңіз білесіздер, бәрі біледі. Айданың подругалары да, менің жаңағы әріптестерім де, көршілерім де бәрі біледі. Хамзат менің балам. Бұл енді ешқандай спор жоқ.
туғанда өзі шыретіп өзім алдым. Содан мына биыл сүндетке отырғызып, үлкен азамат болып, мектепке нулевойға барып жатыр. Осындай дәрежеге жетіп жатыр. Сіздерге көп-көп рахмет. Бәріңізге де осындай жұғысты болсын. Енді мынау Аида деген мен өзімнің особый қызым. Жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар. Біздің опорамыз, біздің сүйікті әдемі қызымыз, біздің спонсорымыз өзі айтып жатыр. Оны ұмытып кеттім. Біз оны жақсылықты көбірек ұмытып кетеміз ғой енді. Сондықтан спонсорымыз қайда барсақ та, шетелге ұшып баратсақ та, жердің астына түсіп бара жатсақ та, әйтеуір спонсировать етіп отырады осы қызымыз. Осындай бәріңізде де осы Аидадай қыз болсын, өздеріңізді көтеріп жүретін, арқалап жүретін, Хамзаттай немерелеріңіз болсын. Орысшаға судай, қазақшаға енді жай-жай үйреніп келе жатыр, үйренемін дейді өзі. Сол енді біз өте қуаныштымыз. Не айтайын тағы, тойдан тойға осылай жете берейік, бірінші классқа барған көрейік, соны тойлайық. Сіздер әрқашанда осындай ортақ болып біздің қуанышымызға келе беріңіздер. Әрбіреулеріңізге отбасына аманшылық деп, осындай тойдан тойға бәріңіз де жете беріңіздер. Көп-көп рахмет. Енді бүгін міне той сіздігі, немере сіздігі, бүгінгі қуаныштың бәрі сіздігі. Рұқсат болса, осы микрофонды Аидаға табыстайын, Аидаға бір қолдап қойыңыздар. Ана жүрегі болғасын, әрқашанда жүрегі дүрсілдеп тұрған, оны білдіртпейтін қуанышты бөлісіп келген арма қазақ. Аидаға да бірді қол шапалақ! Не айтам енді, келген жеріңізге рахмет. Мамама алғысым шексіз. Мамама алтын тақсам да бриллиант тағып, артық етпейді. Хамзатымды осы 5 жасына дейін бағып берді. Бала бағатын уақытым болған жоқ. Жұмыс жасап, әйтеуір тендермен командировочный болдық қой, үйде отырған жоқ біз. Мамам бақытты, 5 жыл. Рахмет сізге. Сіздің арқаңыз, неге осындай жетістіктерге жетіп жатқан барлығы сіздің арқаңыз. Сізге бүгін өз атымнан Хамзатты бағып бергеніңіз үшін бриллиантовый набор сізге таққым келіп тұр. Қошемет қайда? Қатыра қошемет ұрай шарды отағай. Жай түсіп жатқанда Не деген қошемет, не деген ағайын туыс, не деген достар, не деген поддержка! Көріңнен мен едім сұрағаным, сондықтан жыламағын. Шешек, тағайық бәрін, е? Дұрыс па? Қолдайық шығанеге. Тамаша, күлемет. Ана деген саламатсыздар ма келіңіздер? Аналарымыз аман болсын, ардақты ағайын. Алыста жолда жүрсек те, қайда жүрсек те, аналарымыз біз үшін дұғада, бадада болады. Сондықтан да әрқайсымыздың парызымыз ақтық деміміз қалғанша аналарды аялайық, аналарды бағалайық. Аналарымыз мәңгі жасасын. Төрде отырған ақжаулықты аналар, ақжаулықтарыңыз ешқашанда кірлемесін. Сіздер аман болыңыздар, үлкендерге де бір тағзым етіп қойық шығардақты ағайын. Қошеметтеріңіз. Ай, бәрекелді. Рахмет. Бір анамызды құшақтап, бір бетіне сүйіп қойыңыздар. Міне ана мен баланың махаббаты. Әрқайсыңызға осындай той жұғысты болсын. Ай, рахмет. Қазір ортада өнердегі, өмірдегі ағам бізден тамаша ән болсын, аналар жайлы, аналар аман болсын деп, аналарға тағзым еткен елдің ұрпағымыз ағайын. Бізден тамаша ән ортада Дастан Хасенов. Қарсаңыздар, болсаңыздар. Хей! Қорғаным өзің деймін, жандауа сөзің деймін. Анашым сен ойласам, өзілмеймін. Анашым шалқып күлсең, алдымда
анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толмайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, анасы бар адамда қартаймайды. Қартаймаңыздар аналар. Алдарыңызда үлкен ас, ет келеді. Қарсы алыңыздар, қол соғыңыздар ардақты. Ет келе жатыр. Уайымың жоқ болсын. Алла бүгінгі тойда жасап жатқан Гүлшар, тойың той қыласын, тойдан кенде қылмасын. Кішкентайыңның, пішпеміздің өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Саған және ата аналарына серік болсын. Осы келіп отырған бар шақалықтың баталары Алла осы балаға тие берсін. Қызықтан қызыққа жете бер. Алла асың мол болсын дегеніңе жетіп, қуаныштан қуанышқа жетіп, бала шағаңның, немере шөберелеріңнің қызығын көруге Аллам нәсіп етсін. Хамзаттай ұлдарыңыздың керемет тойында қошеметке келген кезде қолды байлаулы, кісендеулі кісідей тұрмаңыздар. Еліміздің Абылайхандай батыры, жау қайтарып жатқандай шулаңыздар деп бірді қол қошеметпен бастасақ деп отырмыз. Той құтты болсын! Ай, бәрекелді. Рұқсат болса, мына келесі жақсы ниетпен, есімдеріңізге ерекше екпін түре отыра, бүгінгі тойдың қуанышын жақсы ниетпен, тілекпен бір топ құдағиларымызды шақырсақ деп отырмыз ортаға. Олай болса, ортаға құдағилар қауымы Қарлыға құдағи бастаған Бибісара Балдырған Бибігүл деген құдағиларымызды ортаға шақырайық. Тілегімізбен тойымызды жалғастырып берсеңіздер. Келіңіздер ортаға, иә? Ал, келіңіздер, құдағилар. Құдағиларға ерекше қошемет қайда? Опа! Билеп келе жатыр. Ай, тамаша, қош келдіңіздер. Міне, осындай керемет сіздермен құдағи болып, Аллаға саншы шүкір деп, ең бастысы міне керемет қуанышымыздың алтын уақыттарыңыз қиып, осындай ақпаталарыңызды беріп жатқандарыңызға көп рахмет. Алла сіздерге күш қуат берсін деп, бүгінгі керемет тойымыздың сіздердің тілектеріңізбен жалғастырсақ. Ал, Гүлшар құлыным, барлы бір тойларың, нау кішкентай бішпенің, Алла бішпесі құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, өздеріңе серік болсын. Алла халқына қалаулы, еліне елеулі, сондай үлкен жігіт болсын. Сабағын жақсы оқысын, сол оқыған сабағын әр қарай оқып, үлкен бір оқымысты жігіт болсын. Алла не тілесеңдер, сол тілектерді береді дейді ғой. Алла осылар кішкентайларыңның қазағын көріңдер. Мына менің жолымды берсін. Немерелі, шөберелі, жиендеріме мен бәйтеректің Алла ұрым бұтағым өсіп өнген әжемін, бақытты әжемін. Алла сол жолымды Гүлшар айналайын саған берсін. Сенің Гүлшар Сияхина апаң менің досым еді, подругам еді.
Міне сол кісіні сыйласқаннан міне осы уақытқа шейін мені қалдырмайсың, мені апаң орын ұстайсың. Алла осы ақ тілегімді, осы балаларыңның қызығын көруге менің жолымды беріп, міне қазақта айтып жатыр, ертеде айтады ғой, анасы бар адамдар кәртаймайды деп. Жоқ, қазіргі заманда баласы бар адамдар кәртаймайды. Баланың әрбір сөзі, әрбір қуанышы, тәте деп есіктен күліп кірген әрбір баланың несі кәртайтпайды. Міне сен де міне жаңа анаңды қуантып атсың, құлағына бриллиант сырғасын сабатсың. Ол дүние боқ емес. Гүлшардың бір қуанғаны саған сауап, саған қызық, содан өсесің, содан өнесің. Сондықтан осы жерде отырған барлық жастарға айтарым, ата-аналарыңды тірі уақытында сыйлаңдар, ата-аналарыңды ренжітпеңдер. Бала құсап қалады ата-ана. Міне, сондықтан Алла Гүлшарға да келтіріп отырып, Гүлшар менің жасыма келгенде сол кісі айтып ет дейді, әрбір қызық, әрбір қуаныш Алланың назарында болсын. Міне бөтен адам жоқ осы жерде. Құдағиларың қасыңда тұрған, құдалар, көршілер, коллега, екеуміз бір жағынан коллегамыз, бір жағынан апаңмын. Міне ылғи туған туысқандар келіп атыр. Сол туған туысқандардың берген барлық батасы Алланың құлағына шалсын. Алла қолдасын. Алладан болсын жақсылық. Ей Алла, әрбір қайсың қадамдарың қуанышқа, қызыққа толсын. Құлындарым, тойларың той қыласын, тойдан кенде қылмасын. Әумин аба, әумин. Осындағы жиналған туыстар, құдалар, коллегалары, Гүлшараның, Аиданың, осында жиналып отырғаныңызға бәріне рахмет. Біздің Хамзат үлкен жігіт боп, ат болды. Осы жігіттігі өсе берсін, осы қуаныштан айырмасын, осының қуанышына келе берейік. Ал енді айтамын, бәрінен Гүлшара, сен асырадың ғой бірден бастап. Сорпамен етке үйреткен. Туғаннан бастап сорпа ішеміз дейді ғой келгенде. Ал енді сорпаны іше беріңдер екеуің, әжеңнің қасында өсе бер, қуанышты бол. Аида көріп отсын сендердің қызықтарыңды. Бәрінен дені сау болсын. Осындағы жиналған жұрттың бәрі дені сау болып, бақытты болсын. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Құрметті қонақтар, қымбатты құдағи, Аида, мінекей мынау үлкен сүндет той болып жатыр екен. Хамзаттың басқан қадамы құтты болсын, жолы ашық болсын, үлкен азамат болсын, өздеріңізге қолқанат болсын. Осы балапанның тойын көруге сізге жаза берсін. Тек қана той болсын. Хамзат мектепке барып, үлкен азамат болып, сіздерге тек қана қызығын көрсетсін. Мына кісілердің тілектеріне бәріне қосыламын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, жаманшылық болмасын, дастархан тек қана жақсылыққа жазылсын. Той-тойға ұласа берсін. Ай, тамаша бір тілек тыңдап отқандай қошемет сөз отырайық шардақты. Рахмет, сіздерге де рахмет апа. Осындай той сіздерде бола берсін. Осындай қонақтар тойларыңызға келе берсін. Осындай келіндер Қазақстанның санын көбейтіп апа, жылына 10-15 бала таба берсін. Осы жерде отқан қазақтар болса, шекараға Меккеге бару үшін шығып тұрсын. Кеше ғана Бразилия мен Францияны біздің Қазақстанның футболистары қызықтырсын. Осы жерде нағыз қазақтар болса, осы үлкендерімізге орнынан тұрып шапалағын ұрып берсін. Көрдіңіздер ме апа, осы қуаныштың, осы қошеметтің бәрі сіздер үшін. Қазір Аида ханымды ортаға шақырайықшы. Әр Аида ханым ортаға келген сайын мынау
ағайын туыстар, достар, бір Аидаға шабыт беріп отырыңыздар. Қошемет ұрып отырыңыздар. Аиданы қолдап отырыңыздар, ардақты. Рахмет, сіздер қошемет берген сайын Аиданың көңіл күйі көтеріледі. Еще күледі. Ай, бәрекелді. Енді бүгінгі тойдың қаншама қонақтар шақырыпсыз, біреуін де қалдырмай. Енді қарайықшы, мына қатардың бәрі сіздерге жақта отқан әулет үш дастархан кім болады сізге? Мына бірінші стол менің туғандарым. Общий туғандар ғой, Туғандар, жолдастар. Туғандар бар ма? Ағайын туыс, туғандар, тумалар, қошемет қайда? Рахмет. Апама риза болдым, апа. Сізге ерекше риза болдым. Тағы да сеңізші. Туысқандар қайда? Рахмет. Апамның жүзі бір удостоверение суретке түсуге отқазатқа бейді. Бір шапалағырақ ағайын туыстар аман болыңыздар. Ал, өзі мынау 20 адам келген екен. Сыныптастар қайдасыздар? Ай, рахмет. Мына Аида ханым сыныптастар өздері үшеуі ғана оққан. 4-ші ұстаздары, келіңіздер ортаға, керемет қуанышымызды осылай міне бөлісіп. Ал енді мынау андай қонақ болады ғой, позитивный, тойдың басына дейін тоқтамай билей беретін. Чисто күшті болып жүретін осындай. Позитивный бар ма? Бүгінгі тойда керемет, тойды көтеретін сондай қонақтар бар ма араңызда? Достары болсын, туыстары болсын. Бар, Айка бар, одноклассницам. Айка! Қайдасың? Билеп, хей! Қош келдіңіз. Айка, есіміңіз? Айгерім. Неге Айгерім, Керемет, сыныптас қой, Иә. Күшті билейді кез. Тағы да маған күшті билейтін қыздардан кім бар? Ой, сіздердің подругаларыңыз бәрі көңілді ғой. Қыздардан бар. Мен тәтем бар. Тәтем бар. Тәтеңіз қайда? Аля бар. Келіңіз орда, қайдасыз? Қабаттыңызы бар жаным. Айғай шу қайда? Жолдарда әр атқан таңыңдаман, жон десең жоныңдаман, не болса да Громче, поддержка! әр қашық жаныңдаман. Рахмет. Саламатса. Қалыңыз қалай? Жақсы. Есіміңіз? Қаламқас. Қаламқас, анамызға риза болдым. Жана ар жақта отырып, екі қолын жоғары көтеріп, тағы да бір айғалайшы. Қаламқас анамызға шапалақ! Бәрекелді. Мына қатардан шықтық, енді ар жақ қатардан. Тағы да қыздар. Қыздардан. Былай істейікші. Бүгінгі Аида ханымның тойына... Қыздар ғана ма? Қыздар. Аида ханымның тойында шын көңілінде тойын көтеремдік берген қыздар шықсыншы ортаға. Сөйтейікші. Стоп. Бұрынан осындай ма? Күшті, керемет, тамаша. Келіңіздер ортаға. Енді тағы да біреу керек, күшті. Шустрая тоже. Прям как Тоғжан, бірақ билейтін Қаламқас анам сияқты. Раяна дейді. Қайдасыз? Болды. Бәрін қайда жинап аласың, күшті кәдімгі, позитивный. Ал, танысайық, есіміміз? Миргүл. Кім боламыз? Аиданың подружкасы. Подружка дегенде қолда отырайық, шапалап отырайық. Керемет. Здравствуйте. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Раяна. Кім боламыз? Досы. Шапалап отырайық, достар. Керемет. Раяна. Күшті. Құдай, мына кісіге риза болды екен. Күшті. Жүрісің өзі кән. Бүйтіп күшті. Есіміңіз? Тоғжан. Тоғжан, кім боламыз? Досы. Тоғжанға ерекше қошемет райшы, Тоғжан! Рахмет, өзімен кетсін. Просто Қаламқас тәте. Осы әулетке кім боламыз? Апасы болам. Апамыз. Міне, көрдіңіздер, апамыз жасына да қарамай бүгінгі тойды көтерем деп Қаламқас анамызға бір қошемет райық. Қазір қошемет дейміз ғой, сіз ортаға 3 рет айналасы тоқтамай. Қаламқас анамызға қошемет, кеттік!
Есіміңіз? Айгерім, класстас. Айгерімге шапалақ қошеме. Стоп. Тойдың басынан соңына дейін кім билейді? Сол кісіге күшті билегенге атсалысқанға путевка, зона отдыха, курорт на двоих, Астана қаласы лесозаводқа. Келісті ғой, сондықтан да қазір бәріміз орнымызға барамыз, сол музыканы қосамыз, сол кезде ортаға жүгіріп кеп шығып билеуіміз керек. Қазір айтамыз, қосам. Ал қыздар, орнымызға орайық. Раяна, сізге Алла жар болсын. Ардақты ағайын, құрметті қонақтар, жаңағы 5 қызымызды қазір осы музыкамен ортаға жүгіріп шығып, билеуге, тойымызды көркейтуге, тойымызды әдемі өткізуге атсалысатын осы қонақтарды, сұлу қыздарымызды ортаға алдыратын боламыз. Осы музыкаға билейміз. Той құтты болсын, кетті қыздар! Ал қыздар қайдасыздар кеп? Опа! Ейде! Молодцы! Абау, еле! Абау! Эй! Громче, громче! Рахмет! Рахмет! Келіңіздер, енді былай істейік. Мына екеуін кім қосты құдай? Сіздер мына жаққа тұрасыз, сіздер үшеуіңіз сіз ортада тұрасыз. Қазір осы музыканы жаттап алдыңыздар ғой. Тойдың басына дейін, соңына дейін осы қосқан кезде любой уақытта жүгіріп келесіздер. Сен де өсік соғады екенсің. Енді қазір осы музыканы қосқан кезде сіздер билеп мына қатарға кетесіздер, сіздер үшеуіңіз мына қатарға кетесіздер. Сіздерді билеп атқанды көріп атқан халық орнымызда отырмаймыз. Сіздер де орындарыңызда тұрып билейсіздер. Олай болса дайынбыз ба, кеттік. Біз тойды бастаймыз! Шығып ұрып! И поехали, поддержка! Опа! Айға-шу, айға! Достар, молодцы, вообще, күшті! Енді сіздер бара беріңіздер, орныңызға осы музыканы жаттауыңызда, сіздерге рахмет. Қалыңқыз апа, остановись, беби. Әкеліңіз, апамызға бірінші берейік. Мынау сізге бұл тойдың бастамасының сыйлығы, еще путевка бар. Тойдың соңында керемет. Необычный көйлекті киіп білген, необычный прическа тиіп білген, осы анамызға необычный қошемет беремізсіздер ме? Бір шапалақ ұрайшы, апа. Рахмет, той, Алла разы болсын сізге. Бірінші келген қонақ шақырайықшы. Жанары. Қайсысы Жанара? Жанара дейді, қайдасыз? Жанара. Ол кісіні санамаймыз, ол кісі қонат осында. Ең бірінші келген қонақ. Ең бірінші білмеймін, кім келді? Ең бірінші келген қонақ бар ма? Келіңізші ортаға. Ең бірінші келген, келіңіздер, келіңіздер. Сый-сияпат, приз, келіңіз. Шапалағырай, келіңіз ортаға. Биліп, биліп. Биіңіз необычный екен. Саламатсыз, есіміңіз? Жанар. Ең бірінші келген қонақ. Сағат нешеде келдіңіз? 6-ға 15 қалғанда келдік. 6-ға 15 қалғанда келдіңіз. Сіз келгенде тойханада ешкім болған жоқ? Официанттар ғана жүрді. Шапалағырайшы, міне, ровно, нағыз қазақ. Шапалағырай, қошемет. Ең бірінші келген қонақ, рахмет. Күшті. Келіңіз. Рахмет. Енді ортаға ең соңында келген қонақ. Қайда? Келіңіз, кел. Рахмет. Не деген бақытты деймін да, есімің, брат? Айдын. Айдынға риза болдым, соңында келіп, еще билеп жүр, кәдімгі күшті, керемет. Еще сыйлық алады. Ойладыңыз ба, соңында келіп сыйлық алам деп ойладыңыз ба? Жоқ, ойлаған жоқпын. Сонымен сұрақ, тойға бірінші келу керек па, соңында келу керек па? Бірінші келген дұрыс болар деп ойладым. Просто алыстан Қарағандыдан жеткенше сол болды. Сонау Қарағандыдан келдіңіз ба? Шапалағырайшы, Қарағандыдан келген қонаққа. Сізге рахмет. Көңіл-күй қалай? Өте жақсы. Келемін. Мына сыйлығыңызды кімге арнайсыз? Бірінші көре алайық. Аферист, давай. Молодец, керемет. Ал, енді ортаға мынау керемет бәрекелді. Жана Аида ханым, келіңіз ортаға. Жана анамызды құрметтеп, анамызға бриллиант тағып атсыз ғой,
Осы қазақта айтады, болар баланың бетін қақпа, белің бұ дейді. Осындай тәрбие беріп жатқан аналарымыз аман болсын деп, алыпты анадан туады, батырды анадан туады ардақтай. Қазір ортаға бүгінгі көп балалы аналар шақырайықшы, келіңіздерші, көп балалы аналар. 4-еу, 5-еу, 6-ау, 27, 32, 8. Келіңіздер ортаға, көп балалы аналар, келіңіздер. Билеп, айғай шуайды, көңілдірек. Рахмет. Мына көп халықтың ортасында 4-ақ анамыз ба, көп балалы. Келіңіздер, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9, 12, 32. Келіңіз абы. Келіңіздер, бәріңізге сый сияпат, приз. Осы жерде кім боламыз осы әулетке? Айдан әпкесімін. Әпкесі, туған, есіміңіз? Жұлдыз. Ары қарай тұрыңдар. Бірінші тұрыңыз. Күшті, тағы да кім бар, келіңіздер, апалар. Көп балалы, келіңіздер, сый сияпат. Ерекше қошемет райықшы, анамызға, апамызға қошемет райықшы. Ай, апа. Стоп, келіңіз, апа. Ешкім айтпаңыз, жұмбақ болсын. Осы жерге тұрыңыз. Құдай. Ал, ардақ тағайын құрметті қонақтар, енді мына көп балалы ананы бағалау, ол біздің міндетіміз, дұрыс па? Әр батыр ана, әйел бақытты, ол біздің аналар, сол кісілерге сый сияпат тарататын боламыз, сіздерге. Ал, танысайық, есіміңіз? Әсем. Алланың берген неше ұл, неше қыз? Бір ұл, бір қызым бар. Бір ұл, бір қыз, бака бірінші орын, шапалақ ұрайық. Рахмет. Есім Дария болады. Тараздан келгенмін. Айдан досы және бірге семьялармен араласып, осы Айдан семьясын бәрін танимын, жақсы. Алланың берген 4 бала шағам бар. 3 қыз, бір ұл. Олды ұяға, қызды қияға қондырған әжемін, апамын. Сосын, сонау Тараздан Астанаға тойға келдім дейді. Бір шапалақ ұрайықшы. 4-еу, дүниеге әке, рахмет. Ай, 4-еу деп жатырмын жақта. Пока. Молодец, бірінші орын, күшті. Есіміміз? Мөлдір. Алланың берген неше ұл, неше қыз? 2 ұл, 2 қыз. 2 ұл, 2 қыз, шапалақ, 4-еу, қошемет. Тараздан келген Жасұлан деген інімнің келіншегі, менің келінім Мөлдір. Пожалуйста, қошемет Апа, сіз айтқанда бәрі жоқ болып кететін сияқты онда жүр. Апа, Алланың берген неше ұл, неше қызыңыз бар? 5 қыз, 5 ұлым бар. 5 қыз, 5 ұл, шапалақ! Сіздер не істеп тұрсыздар? Саламатсыз, Алланың берген? 1 қыз, 3 ұл. Бақытты болсын. Мұна кісіге қарасам, бір 8 деп айтатын сияқты, бір шапалақ ұрайықшы қосымен. Есіміңіз? Есім Жанар, Айдан подружкасым. Алланың берген 4 ұлым бар. Кетші барма жерден. Апа, это не соперница вам. Ұла жеге тұрыңыз, апа, жақындамаңыз, бірінші орын. Айта беріңіз, 10 деп кім біліп жатыр. Есіміңіз? Есімім Гүлфия, Айдан құрбысымын. Алланың берген 4 ұл, 1 қыз бар. Шапалақ, 5-еу. Апа, келіңіз. Рахмет. Апа, бұлар жастар ғой. 5 баласы бар екен. Сізде 10. Енді маңдайына сүйіп, аузыңызына түкіріп қойыңыз, сіздің жолыңызды берсін. Аластап, бір шапалақ ұрайықшы. Құдай. Айғай шу қайда, қошемет. Естідің бә? Әумин дейсіш, әумин де. Әумин. Қолын жайсаңшы. Бүгінен бастап не істейміз? Ойнайтын бар. Шапалақ ұрайық, қошемет. Кел, апа. Рахмет. Апа, сіздің жолыңызды берсін бізге. Қошемет, ұрайықшы бір аманыңызға бір шапалақ ұрайық. Сол 10 баланың арқасында ұлағатты ұстазбын, бақытты анамын, ақ жаулықты үлкен, қуанышты балаларымның қызығы көріп отырған әжемін. Сіздің қуанышыңыз бізге берсін, апа. Әрқашан. Осы апа, кетіп тұрыңыз, апа.
әр тойымызда қуанышымызда отыруға Алла нәсіп етсін. Ал енді жаңа айтып жатсыңыз ғой, келіңіз ортаға. Енді жаңа айтып жатырмыз, Аида кімнің Каспий Голдында 200 мыңнан көп ақша бар, келіңіздер ортаға, сый сияпат береміз. 200 мыңнан кім бар? Келіңіздер, 200 мыңнан көп. Каспий Голд, Нәски Голд, Халық банк, разница жоқ, депозит, келіңіздер ортаға, келіңіздер. 200 мыңнан көп болса болды, келіңіздер, сый сияпат приз, келіңіздер ортаға, кімде бар кәнеге? Ал, тамаша көрейікші. Бүгінгі қуанышты бөлісіп келеткен, келіңіздер ортаға, келіңіздер, сый сияпат беретін боламыз. Аға, келіңіз. Аға, келіңіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум аға. Есіміңіз? Амир. Кім боламыз осы әулетке? Аиданың жездесімін. Жезделер, алтын тонға тенеген теңгелер, әкедей қамқор болған осындай жездеме кім теңгелерді бір шапалақ ұрайшы, Құдай, жезде. Нужен везде. Стоп. Ойба. Не деген нәзіл. Саламатсыз, есіміңіз? Асем. Кім боламыз? Аиданың құдашасы. Құдаша? Енді... Ойба, саламатсыз. Хай! Есіміңіз? Құндыз. Кім боламыз? Подружкасы. Неужели подружка шықты? Подруги, шапалақ қайда? Күшті. Ал енді мен шақырдым ортаға, кімнің Каспий Голдында 200 мыңнан көп ақша бар деп, қазір енді айтамыз, көрсету керек, дәлелдеу керек халыққа. Келістік қой, дайындап қойық, сыбырлай салыңыздар құлағыма, шын былай. Батюшки мои! Бісміллә, бісміллә, бісміллә. Молодец! Бірінші орын! Рахмет. Пока бірінші орын. Молодец. Байлар жақсы көрем. Аға, ешкімге көрсетпеңіз, мұ жаққа тұрыңыз, мұ жаққа. Ешкім көріп өмайды. Мен просто налогта жұмыс істеймін, соны көріп атым. Күшті. Рахмет сізге. Ой, молодец. Жездең күшті, жездең алтын, жездең мықты, жездең ерекше қошемет. Рахмет. Күшті. Осындай болу керек қой. Енді мынау Аиданың жездесінде Каспий Голдында жасыратын түгі жоқ. 8 миллион ақша бір шапалақ ұрай қардақтай. Қошеметті. Ол жезде, сатись. Рахмет. Енді тағы бір сыйлық берейік. Ортаға кімде кредит бар? Келіңіздер ортаға. У кого есть кредит, подходим, приз получаем. Келіңіздер. Келіңіздер, кредит барлар, келіңіздер, сый сияпат береміз, келіңіздер. Приз, студию, келіңіз, бір сыйлық. Қалғанымызда неужели кредит жоқ? Не деген бақыттысыздар сіздер? Кредит бар ғой? Аллаға шүкір. Бәрімізде бар. Қанша? Сізде? 21 миллион. 21 миллион? Әкеліңіз, Құдай. 21 миллион. 45 миллион шапалақ ұрайық, Құдай. 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 Қолдарыңыздан ұстайықшы. Ұстаңызшы, қолдарын бір-бірін екеуін ұстасаңызшы, менікін қайтесің. Әй, наоборот жасаңызшы былай. Қазір ана жаңа жездеге барамыз. Аласташы мыналарды. Кеш, брата. Кеш, брата, кеш. Шапалақ бар ма? Кеш, брат. Рахмет. Аласташы былай. Жұғысты болсыншы. Бауырларыңыз, Сосын жаңа қайда? Кеш, әпше, Құдай, кеш, аластайықшы құшақтап, кеш. Ой, сендер күшті кесіңдер. Бір шапала ұрмайсыздар ма? Аластап. Рахмет. Самое красивое платье сегодняшнего вечера. Асықпай, қарап алыңызшы. Барыңыз, асықпай.
Қарап алыңыз. Тұрмыз Жанка, прическасы өзі де әдем. Жанка, қайдасыз? О, Жанка ханым, келіңіз. Әдемі, шапалақ, билеп ортаға. Рахмет. Бүгінгі тойдың ең әдемі той көйлегі сізде. Білесіз бе неге? Знаете, я тоже не знаю, но сізде. Шапалақ райшы қошемет, міне керемет. Рахмет. Енді ең әдемі прическа. Бүгінгі тойдың ең әдемі прическа. Из мужчин. Ең әдемі прическа. Ең әдемі прическа. Тыңдаңыз, ең әдемі прическа. Ол шаш жоқ прическа. Бүгінгі тойдың ең әдемі прическасы. Келіңіздер ортаға, ағалардан из мужчин подходим, получаем приз. Ең әдемі прическа сізге, және де мынау да сізге. Біз сізден ештеңе аямаймыз. Бір шапалақ ұрайық, қошемет. Міне ең әдемі сұлу көрікті, ең әдемі жігіт, және де сонау хат. Әкел. Мәшәсте, бақытты болсыңыздар. Ең әдемі прическа деп айтып жатырмыз. Мынау бүгінгі міне Құрманғазы ағамыз сонау Қарағанды қаласынан келіп отқан беделді елдің қарғызын емес, алғысын алып жүрген асабаларының бірі. Бір шапалақ ұрайықшы. Той құтты болсын. Ең әдемі прическа. Шаштарымызды қайырып, әп-әдемі болып жүрген Құрманғазы ағамызды бір қол шапалақ, қошемет. Рахмет. Енді Аида ханым, бір сұрақ. Мынау сынған ыдыстың ақшасын кім төлейді? Олай болса, жақсы тілегімізді, ниетімізді жалғастырайық, иә? Тағы да бір жақсы тілекке берейік. Ортаға. Молодцы, қыздар! Қыздар, жақсы тілекке берейік дедім. Қазір тілек. Жайғасайық, достырамыз. Молодцы, күшті, керемет. Үйреніп алып, молодцы, вообще. Ағам бастаған, Саягүл жеңгем қостаған, Қарлыға, Сандуғаш, Замзагүл, Әлім, Талғат, Алтынай, Айболат, Бимариям, Мади, Қанағат, Әлішер, Толғанай, Әділ, Айгерім, Алмас, Айгерім деп жазыпты. Келіңіздер жортаға, билеп келіңіздер. Кәнеге, ай, дамаша. Қойманыздар үмметі! Біріңіз қуанышты тойлаңдар, 1, 2, 3, 4, аяқ қолын талмасын. Осы тойда бөлінге билінбеген қалмасын. 1, 2, 3, 4, аяқ қолын талмасын. Қалмашы де қалайда, билеу керек бұл тойда. Ал, ассаламағалейкум, армысыздар, қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңыз қиып келгенде мында бір шүкір, мында бір алғыс, рахмет айтамыз. Енді сіздерден жақсы ниет болса, тілек болса деп отырмыз. Сіздерден бір тілек, бір ән, бір би. Келесіз қой, ал, микрофонды өздеріңіз табыстайық, үлгерімізден бастайық. Ассаламағалейкум, тойға жалған қауын. Ал енді Аида Дочанау, пішпе тойын құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Оқуға барғанын тойлайық. Ағайындар аман болсын бәрі. Осы тойдағы отырғанда бәріңізге де осындай той жұғысты болсын. Құлыншақ, енді бақыт тілеймін, әрқашанда жолың ашық болсын құлыншағым. Жұмыста беделді, алда бол. Бәр жақсылық тілеймін ошым. Бақытты болыңдар. Ал құрметті тойшыл қауым, тойымыз тойғыласын. Гүлшар, Аида, бүгін сүндет тойларың құтты болсын. Бірінші байлық, денсаулық, денің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Осындай жолдастарыңыз көп болып, тек қана жақсылық той болсын үйлеріңізде. Хамзат үлкен азамат болып,
Сондың тек қана мектепке барғанын, тек қана қуанышын көре берейік. Өзіңе тек қана қуаныш, жақсылық әкеле берсін. Бақытты бол, балапаным. Айболат сен. Бәрі қосыламыз. Хамзаттың пішпе тойы құтты болсын, үлкен азамат болсын, тек жақсылық алып келе берсін. Дастархандар жайыла берсін, дұшпандар болмасын, тек достар болсын, тек жақсылыққа болсын. Бірінші байлық денсаулық дегенде бәрі денсаулық айтып отыр ғой. Сол денсаулығы мықты болса, бәрі де болады алдында. Тек жақсы, бақытты ғұмыр болсын Хамзатта. Қалғанымыз қосыламыз ба? Қосыламыз. Не деген бақытты жансыздар. Ал енді осы әулетке сіздерге де көп рахмет, Алла қуат берсін. Сіздерде де ұлдар бар, қыздар бар, келіндер бар. Осындай тойдан Алла сіздерді де ешқашан айырмасын. Бір жақсы фотосуретке түсіп құттықтап бетімізден сүйіп, бір керемет қуанышымыздың мәңгілік тарихта есте қалатын бір фото түсіп алайық. Келіңіздер, тамаша фотосурет болсын. Күліп түсейікші, 2024-дің жас түлектері қысап түсейікші. Ал дастархан басына жағасып керемет қуанышымызды әрмен қарай жалғастырайық. Осындай керемет тойымыздың мәні, осындай керемет тойымыздың сәні берекелі болсын, мерекелі. Әрқашанда қазақтың тойы бітпесін, ардақтайын. TikTok, Instagram. Асема, келіңіз ортаға. Шапала Құлжемет. Анжелика. Асема, Анжелика, келіңіздер. Жаннара! Келіңіз. Анжелика, келіңіз. Шапалақ сұрайықшы, Анжелика, Құлжемет, поддержка Анжелика. Бұрында аплодисмент. Анжелика, выходи. Выходите, Анжелика. Шапалақ Құлжемет, Анжелика. Пахнет как мужчина, даже Аль-Пачино хочет казино. Алтынай, келіңіз орта. Азиза, келіңіз ортаға. Қайдас, келіңіз орта. Пахнет на коне, у него огромный план. Ғазиза. Келіңіз орта, қайда сені шапала Құлжемет. Келіңіздер. Қалғанымыз TikTok'ты көрмейміз ба? Өтірік жоқ па? Ай, аферист. Ал қыздар, былай істейміз. Аида ханым, қайда кеттіңіз? Асықпаңыз, Аида ханым, келіңіз. Аида ханым, қоя тұрыңыз, келіңіз. Қыдай. Келіңіз. Лаураның қасына барып тұрыңыз. Лаураның қасына барып. Келіңіз. Қыздар, келіңіздер. Құдай, келіңіздер. Ай, орта тұрайық. Ал бәрекелді құрметті қонақтар, сабыр сақтап басты бері бұрайықшы, детсат болмайық, әрі бері шу жүрмейікші. Бір орында отырайық, біз қазақ батас тұрман елдің ұрпағымыз, сондықтан зебегек дастарханға жайғасайық. Ал осы тұрыңыз, дәл ортаға тұрыңыздар, Лаураның қасына екеуіңіз бірге әп-әдемі болып осылай тұрасыздар. Ал TikTok'та отырамыз ғой. Қанша подписчик? Не, редко. Честно врешь? Жоқ шын. 80. 80 мың? 80 мың. 700 мың? Жоқ. 700 адам? Я, қыздар, мен сіздер шақыраным. Қазір міне бәріміз TikTok түсіреміз. Менде 7 миллион подписчик. Қазір бірге бәріңді жұлдыз қылатын болады. Сіздікі қанша? 6300. 6300? Құдай, шапала ұрайық та. Рахмет. 6300 ба? Сізбен түсіреміз, қалғандар отырыңдар десең. Ойнайтым. Қазір былай істейміз, бүгінгі тойда өздеріңіздің подругаларыңызды, Аиданы қазір құттықтаймыз. Махаббаттық, достық сезімді білдіреміз. Келістік қой? Бір деп. Қазір трендті қайталайтын боламыз, сізден бастайық ортаға. Қазір музыка қосамыз, Аидаға әдемі күлкіңізбен күшті қып көрсететін боламыз. Махаббатыңызды, достық махаббат. Ал, кетік байыстыры жер.
Koşumet kayda. Ай, стоп. Олай емес қой. Білгенін істеп жатыр. Ту, өзімен кетсін. Кетпе, кеш, Алтымын. Есіміңіз? Тоғжан. Тоғжанның бүгінгі Айдаға махаббаты. Қошемет ұрақ, кеш қал. Seni seviyorum, seni özlüyorum. Çok çiki seni seviyorum. Gel. Al. Kел. Сіздің күлкіңіз өзі андай күлкі болады ғой. Келіңіз. Көрейік. Ал, келіңіз, көрейік. Келіңіз. Бастайық, сізден бастайық, келіңіз. Ал, шапалақ қошымыз. Seni seviyorum, seni özlüyorum. Çok çiki seni seviyorum, seni özlüyorum. Енді келіңіз. Алла жар болсын сізге. Давайте. Жақсылап көрейік, е? Күліп тұршы, күліп. Қатты күлме. Күліп тұрыңыз, күшті жымайып тұрыңызшы. Десің. Ал, кет, майысына жер. Ал, давай. Қошемет қайда? Seni özlüyorum. Çok çiki seni seviyorum, seni özlüyorum. Молодец. Міне молодец, күшті. Алтымын. Келіңіз. Аха, анан жүректі жұтады ғой, білесіз ба? Сіз шайнамай жұтып жүрдіңіз. Ал, кетік. Алтымын көрдіңіз. Осы жерде тұрамыз. Бұлай көрсетеді ғой ана. Братан, кеш өзің. Кеш. Құдай. Шапалақ соғайшы, кеш. Ассаламалейкум. Ассаламалейкум. Есімің? Бека. Бека, кім боламыз? Досы. Міне, дос деген осындай болады. Қыздар, қараңыздар. Давай, ортаға. Шапалақ. Бека, кетші. Бекалардың бәрі осындай жалпы. Кім бар жігіттерден күшті, харизматичный сондай? Рахмет. Мен ойлаймын да, жалпы ең сұлу жігіттердің бәрі Қарағандыда сияқты, бір шапалақ ұрмайсыздар ма? Қарағанды! Енді бірінші көріскенде өте әдемі Қарағандыдан келіп тұрсыз ғой, шашыңызын бүйтіп халыққа кәдімгі күшті болып тұрыңызшы, сексуальный. Қарағандыны сыйлай білген қазағым, Қарағанды мәңгі жазасын. Сонау Қарағанды ат терлетіп отқан осындай достарға поддержка қайда! Давай, брат. Қыздар үйрендір. Ал, кетік. Күшті. Алға. Молодец, брат. Міне, күшті. Бека, кел енді. Кел. Енді көрдің ба? Қай жақтан келдің? Қарағандыдан ба? Не, жалпы Қарағанды бәрі әдемі деп ойлағанмын десең. Кел, Бека, кел. Мына жігіт тұр ортаға, аха. Ал, Бекаға шапалаға көрдің ғой, қалай істеу керек екен. Аха, кел алға. Шапала Қошемет. Seni seviyorum, seni özlüyorum. Çok çiki seni seviyorum. Мынау жалпы болмайды дүние, болмайды екен. Енді қыздар былай, жоқ, былай істейміз. Қыздар сәл артқа, үшеуміз. Үш қыз. Артқа. Жігіттер алға тұрайық, екеуміз алға тұрайық. Айдаға қарап тұрайық бәріміз. Қазір біз музыка болсамыз, бесеумізді билеп, Айдаға барып, бесеумізді бетінен сүйіп, құшақтап, құттықтаймыз. Келістік па? Только би анандай болу керек. Примерно как Бека. Поехали, маэстро. Шапала, поддержка. Кет. Эй! Қошемет! Айғай шу қайда? Иди! Хе-хей! Громче! Открывай двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче. Достар, дауыстарың естілмейді! Раскидался как Джеки Чан.
Стоп! Секірмеші. Молодцы, достар, рахмет. Шапаларай, қошемет, керемет. А, ты что ли болец? Ладно, пока мы не будем. Нағашылар қауымы, Гүлнар, Руслан, Зания, Кәпш, Айгүл, Аян, Сәкен, Бақыт, Индира, Данияр, Батыржан, Мадина дейді нағашылар. Кетем деп алдайсың, шетім деп қалмайсың, сүйем десең де нанбайсың, қоңырат қызғандайсың. Рахмет, көрдіңіздер ме? Нағашыларды әрқашанды қолдай білген нағашылар. Кім нағашыларын жақсы көреді, қол соқсын шардақты. Кім нағашыларын жақсы көреді, айғалап шулап қол соқсын. Ал келіңіз. Құрметті нағашылар, ассаламағалейкум, қош келдіңіздер. Той қуанышты бөлісіп, рұқсат болса. Ал халайық, бүгінгі тойға 2 миллион бірінші мұсылман келді. Оның аты Хамзат болады. Хамзаттың өмір жасы ұзақ болсын, көргені тек қана жақсылық болсын, пәле-жаладан аулақ болайық. Бәріміз тек кең дастарханда өстіп, ойнап, күліп, түгел жиналып жүре берейік. Құрметті тойшыл қауым, той құтты болсын. Бүгінгі Хамзаттың үлкен жігіт болып, азамат болған күні құтты болсын. Әжесіне, шешесіне қуанышты көп сыйласын, жақсы оқысын. Енді мамасын армандаған ойларын орындасын. Менен кейде тілек айтатын шығар. Баяғыда шапалақ болатын еді, қазір білмеймін. Кеш жарық, құрметті тойшыл қауым. Тәте, Аида, бүгінгі Хамзаттың сүндет тойы құтты болсын. Хамзат алғаш туған, ең алғашқы мен қолым алған болатынмын. Радомға кіріп, палатасына кіріп, сөйтіп сол Хамзат ең алғаш қолым алып, сол кезде кішкентай болатын Хамзат міне бүгін үлкен жігіт болып отыр. Өмір жасы ұзақ болсын, мамасы мен әжесін қуанта берсін, еліміздің тұтқан ұстайтын бір үлкен азамат болып өссін, ақылды, сондай тәртіпті, саналы азамат болып өсе берсін. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Осы үйдің шаңырағында тек тойда қуаныштағына бас қосарыңыз нәсіп етсін. Тәте, сіздің өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ортамызда осылай кәйекеулеріңіз жүре беріңіздер. Біздің анамыздың көзін көрген сіңілдері, міне жоғарыда отырған апалар, жүбәк, барлықтарыңыз аман болыңыздар. Сол жақсылықта ғана, қуанышта ғана бас қосып жүре беріңіздер. Құтты болсын бәрі. Ал Хамзаттың сүндет тойы құтты болсын, үлкен азамат болсын, дені сау болсын, өмір жолы ақ болсын, тек биіктерде ғана көріне берсін, сіздерді қуанта берсін, мақтанышыңыз болсын, сол осындай той көп болсын. Рахмет. Тәте, Аида, Хамзаттың сүндет тойы құтты болсын, дені сау, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Ата-анасына қайырлы болып, осылай ел жұртқа сыйлы болып, үлкен абыройлы азамат болсын. Тәте, Аида, бүгінгі осы сүндет тойларыңыз құтты болсын. Хамзат балапандарыңыз бүгін мұсылмандық таққа отырып жатыр. Ең басты дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Сіздердің әрқашан көз қуаныштарыңыз болып жүре берсін. Сіздердің осы жолдарыңызды берсін. Ақылды бала болсын, дарынды бала болсын. Әрқашан осындай биікті шыңдардан биік белестерді бағындыра берсін. Осындай той думан, қуаныштар сіздердің дастархандарыңызда, шаңырақтарыңызда бола берсін. Сол бар жақсылықты тілеймін. Құтты болсын. Ал, рахмет, нағашылар кіші жақынырақ тұрайықшы, бәріміз міне, келіңізші, сіздердің нағашылар деген міне өзіңіздің бауырларыңыз ғой, дұрыс ба? Нағашылар бәріміз бірге жақынырақ тұрайық, жақынырақ. Қолдарымызды ұстап тұрайықшы, бір-біріміз қолдарымыз. Нағашылар,
Қазір 1-2-3 дегенде бәріміздің ағаштар бірге 3 рет құттықтаймыз деп айғалайықшы, барша залға анамыздың міне бақыттан көзінен жас ағып шегі жоқ қосындай ағаштар аман болсын. 1, 2, 3 кеттік. Көрдіңіз бе? Жыламаңызшы анашым. Ең бастысы айтарым, бауырымыз бүтін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бауырларлы аман болсын, анашымның. Шапала қарай қошеметтер. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың аман болсын тілейін. Енді бәріміз күшті қып, қазір қолдарымыздан ұстадық қой. Ұстайықшы, күшті қып тұрсыздар. Ұстаңыздар. Енді бәріміз бірге, бәріміз бірге отырайықшы, отырайық. Фото атысып, орнымызға отырайық дейм, не істеп атсыздар, келіңіздер, суретке солай, келіңіздер, тамаша фото түсіріңіз. Қазақстан эстрада жұлдызы, алдарыңызға мәти шапалақтарымыздан қарсы. Ассалаумағалейкум баршаңызға, баршаңыздың нұрлы мүбәрәк жүздеріңізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Енді бүгінгі Хамзат балапанымыздың осындай дүбірлі тоймен шын жүректен құттықтаймын. Алла қаласа өскенде қазақ еліне, қазақ жеріне еңбегін сіңірер, мықты азамат болып өсуіне шын жүректен тілектеспін. Енді арнайы Құрманғазы ағаммен Таңа тараған атынан керемет бір ән болсын. Өзіңіздің жақсы көретін девочкаңызды көреді қарағанда. Орта бірге. Девочкаңызды көреді қарағанда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Девочкаңызды көреді қарағанда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Жазығымды бір сәтке тыңда мені, таныспай-ақ шынға жырқылған едім. Айттың бірақ қай жерден екеніңді, сұлуым сен деген жұмбақ едің. Девочкаңыз көреді қарағанда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Девочкаңыз көреді қарағанда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай алсам ғой бәрін, баурап алды жанымды қалақтарым. Лайықтысың болуға тең мені, себебі мен өзіңді ұмытпадым. Девочкаңыз көреді қарағанда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Девочкаңыз көреді қарағанда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Девочкаңыз көреді қарағанда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Девочкаңыз көреді қарағанда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғады, ойнағандай барабанда. Сенбегенде жүрек
Аиданың бауырлары, туғандарымыз бар екен, сол кісілерді ортаға шақырайық. Айтуған, Аягөз, Дамир, Жұлдыз, Нұрболат, Әсем, Еркеболат, Ғазиза, Ерболат, Енлік дейді. Келіңіздер ортаға, Аиданың бауырлар, туғандары. Билеп келіңіздер. Бауыр десе бүйрегім бұрып тұрат, көзің көрсе көңілім жылып тұрат. Ей ағайын, сана болса сыйласайық, ала болса арамыз суытынат. Байқамасаң одан көп шығар, бірлікке қуатып қол боп кетсең, бірге туған бар деп ұмыттырат. Туысқандар, алыс кетіп барып суытпаңдар. Туысқандар, жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Көрдіңіздер ме, сіздер шыққан кезде, туысқандар, бауырлар шыққан кезде халықтың өзі қалай қолдап жатыр. Оның бәрі нені білдіреді? Оның бәрі әуелі Алла, екінші денсаулық, үшінші ағайын туыс бауырдың қымбаттылығы. Қазақта айтады, көп деп көпсінбе, аз деп азсынба дейді. Шүкіршілік етіп жатырмыз. Сіздер аман болыңыздар, шүкір Аллаға. Ал енді үлкеніміз қайсысы? Үлкенімізден бастасақ. Ал ханым, сізден бастайық. Ал құрметті қауым, бүгінгі той құтты болсын. Аида тәте, бүгінгі Хамзаттың үлкен азамат болып атқан тойы құтты болсын. Өздеріңізге қолғанат болсын. Тек қана Хамзаттың қуанышын ғана тойлайық. Тойшыл қауым, сіздерге де рахмет. Осындай қуанышқа келіп, бәрімізбен қуанышымызды бөлісіп атқандарыңызға. Тойға ұласа берсін. Ал тойшыл қауым, қадамдарыңызға нұр жаусын. Мынау біздің Хамзатымыз ат болып жатыр ғой. Үлкен жігіт болсын, өбірлі шүбірлі болсын, денсаулығы мықты болсын. Осы Қазақстанның менмін деген бір адал, бір беделді азаматы болсын. Қадірлі сізге Құдай денсаулық берсін. Осы балаларыңыздың қызығына тоймай, немере шөбірлеріңіздің қызығын көре беріңіз. Деніңіз сау болсын. Аида, бақытты бол. Хамзат үлкен жігіт болсын. Жұмысын жүре берсін. Тоқтама. Артымызда Москва, алда шегінуге жол жоқ деп шегінбе, жүре бер. Аида, Хамзаттың сүндет тойы құтты болсын, дені сау болсын, үлкен азамат болсын. Тек қана жақсылық жағынан көре берейік. Енді бүкіл жақсылықты тілеймін, өзіме не тілеймін? Әр адам өзіне жаманшылық тілемейді ғой. Жақсылық тілейді. Сол өзіме тілеген нәрсенің бәрін Хамзатқа тілеймін. Мен енді Хамзатқа өзімнің тойға подаркам бір ат мінгіздім астына. Хамзатқа ағасының атынан бір ат. Ат ағай, шабала! Енді аттың өзі келмесе де даусы келді, бірінші шүкір. Ағама бір сыйлық берш, любой аямаш, ат беріп атқанда Құдай ау, шабала қайда! Үлкенім берші. Құдай, аға, примерно аттың басы осы сияқты ғой, дәу ғой. Шабала қарай, қошемет, рахмет. Рахмет. Тағы кім не береді? Тағы кім тілек айтайық? Алғанымыз қосыламыз да. Рахмет, Алла разы болсын. Осына ағайын туыс бауырлар аман болсын. Келіңіздер бір суретке түсіп алайық. Фото сурет болсын. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Ал келіңіздер, құттықтап болсақ, дастархан басына жайғасайық. Ал келіңіздер. Ағама риза болдым. Көрдіңіздер ме, мәртебесі биік келген осындай ағалар аман болсын, ардақты ағайын. Береді, беріп жатыр. Талай береді ағайын, дұрыс па? Ағаларға бір шапала ұрайық, қошемет. Келіңіздер. Рахмет. Ал енді міне анамызды және бүгін той иелері анамызбен міне Аидан ортаға шақырып бірінші дастарханды қорытындылайық, иә? Рұқсат болса, енді мынау бірінші дастарханды өнерді қолдан аяқ демеңіздер. Уақытымыз таяп қалды. Қазір бата алып дәм қайырамыз. Осымен бірінші дастархан аяқталды. Енді бірінші дастарханды аяқтамастан бұрын
осы той иелері қасымда. Мен сіздерге бір-ақ сұрақ қоям, ардақты ағайын. Бірінші дастархан қалай аяқталды? Ай, бәрекелді. Құрметті қонақтар, сіздер менің арымсыңдар, сіздер менің барымсыңдар, сіздер менің қазақ дейтін жанымсыңдар. Сіздерге көп рахмет, басымды ием. Сіздер менің 5 баламды асырап отқан нанымсыңдар деп бір шапалақ ұрып қоясыз, ардақты. Бисмиллахиррахманиррахим. Дастархан байлығын берсін, денсаулығын берсін, өлег иман, тірге береке берсін. Осы Хамзатымыздың пішпе тойы құтты болсын, той қыласа берсін. Баламыздың тойы бітпесін әрқашанда. Осындай той көп болсын. Аллаху акбар.